өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрмай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына өзге жұртты қосамын дегендер, ең әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыздың ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де қамын қатар ойлауымыз керек. Ұлт ұстазының тағылымды ойларын таратуға үлес қосайық, қымбатты ағайын.